Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Көлікті үйренем деген кісілерге менің айтарым: сіз көлікке мініп алып, жолға шығып кетуіңіз міндетті емес. Сіз көлікті дворда, үйдің алдында, есіктің алдында үйрене аласыз. Бір дворларға кіресіз. Негізі заң бойынша дворда негізі үйренуге болмайды. Бұл мен сразу ескертемін. Заң бойынша, ереже бойынша дворда сізге көлік айдап үйренуге болмайды. Бірақ бізде арнайы енді жаңа нелерге шығып, солай үйренсеңіз де болады. Бірақ мен сіздерге кеңесім: негізі арнайы бір жаңа нелерге барып үйренген дұрыс, сондай аймақтарға барып. Ал егер сізде ондай уақыт болмаса, қасыңызда именно сол жаңа үйренетін жерге бірге апарып, одан кейін алып келіп жүретін адам болмаса, сіз кішкене көлікті басқарып білсеңіз, сіз дворда кішкене айдап, ешкімге зияныңызды тигізбей, жай ғана айдап үйренсеңіз болады. Мен ол жерде мақсат не? Мен сіздерге айтып тұрғаным, сіз дворда үйренгеніңізде жай жүріп үйренгеніңіз, ол жаңа көп адам ойлайды, мен жай жүріп үйрене алмаймын, жолға шығып үйрену керек деген сияқты. Ондай мүлдем түсінік жоқ. Сіз жай жылдамдықпен үйренсеңіз де болады. Сіз ең бастысы көліктің габаритін сезіну керек. Габарит дегеніміз ол көліктің көліктің габариті деген ол көліктің шеті, алды, арты, екі шеті, сосын арты. Түсініңіз ба? Тик бетпеу ана көлікке былай бұрылып жатқан кезде деген сияқты. Бордюрды басып кетпеу. Уже сіз бордюрды баспай, бірақ бордюрны тақап осылай қоятын болсаңыз, сіз габаритін сезініп жатсыз деген сөз. Сосын артқа жүрген кезде, мысалы, ана көлікке тик бетпей жүрсеңіз, вот сіз габаритін сезініп жатсыз. Көліктің формасы қандай екенін басыңызда примерно біліп жатсыз, Вот габаритін сезіну керек. Габаритін сезіну үшін сізге ең біріншіден сол көлікке отырып, сол кішкене жерлерде парковка жасау керек. Бір жаңағы қиындау жерлерде бірінші бордюрдан бастаңыз, енді одан кейін екі көліктің ортасына кіріп деген сияқты. Екі көліктің ортасына кіргенде бір көлікке қаттырақ жақындап кетпеу үшін, жаңағы ровно қою үшін, екі жақтан да есігі дұрыстап ашылу үшін, вот осындай нелерді жасасаңыз, сіз ол кезде жаңағы сіз габаритін сезініп бастайсыз. Осындай элементарный заттарды жасасаңыз, сіз көліктің габаритін сезініп бастайсыз. Ол өте керемет. Сіз габаритін сезінгенде, уже сіз жолда да жүргенде, жолақпен жүрген кезде сіз уже спокойно жүресіз. Және габаритін сезіну үшін арнайы упражнение бар. Мысалы, баклажканың ішіндегі ауасын шығарып тастайсыз да, сосын неге қойып қоясыз. Былай екі жерге қойып қоясыз. Сосын көліктің барып, енді ашықтау жерге барыңыз, ол үшін. Сосын көлікпен барып, алдыңғы дөңгелекпен баклажканы басуыңыз керек. Түсініңіз ба? Одан кейін алдыңғы оң жақ дөңгелекпен бірінші басыңыз, одан кейін алдыңғы сол жақ дөңгелекпен бірінші басыңыз. Баклажканың дауысы шығады ғой енді. Дауысы шығады, сіз уже сезіп жатасыз қалай басып жатқаныңызды. Вот уже сіз габаритін сезініп бастайсыз. Одан кейін артқы сол жақ дөңгелекпен, одан кейін артқы оң жақ дөңгелекпен, одан кейін алдыңғы оң жақ және артқы оң жақпен басып, одан кейін тоже мына бетін алдыңғы сол жақ, артқы сол жақты басып, осылайнан сіз упражнение жасасаңыз болады. Және алдымен өтіп, артымен өтіп деген сияқты. Сөйтіп мына жақпен айналып келе жатып, оң жақ дөңгелекпен басып, мына жақпен былай айналып келе жатып, сол жақ дөңгелекпен басып деген сияқты. Сіз баклажканың дауысын сезіп отырасыз. Басқаныңыз бірден белгілі болып отырады. Түсініңіз ба? Уже сіз габаритін ал сіз егер баса алмай жатсаңыз, уже үйренуіңіз керек соны басып, именно сол дөңгелекпен басып үйренуіңіз керек. Түсініңіз ба? Өзіңіз қалаған дөңгелекпен басып үйренуіңіз керек. Случайно басып кеткен емес, именно өзіңіз мына оң жақ дөңгелекпен қазір басам деп солай үйренуіңіз керек. Түсіндіңіз ба? Вот сіз осылайша габаритін сезіне аласыз көліктің. Түсіндіңіз ба? Және осындай упражнение жасаңыздар. Одан кейін жаңа парковка оңай жерге бірінші жасап үйреніп, потом екі көліктің ортасына кіріп, артпен жүріп, алдымен жүріп, солай парковка жасап үйренсеңіздер болады. Ең бастысы көліктің габаритін сезіну, көліктің көлемін сезіну, Көбісі сұрайды, габариттік оттар деген не деп. Габариттік оттар деген, ол аты айтып тұр. Сіздің көлігіңіздің алдын, артын белгілейтін оттар. Жанын, екі
қапталдарын, одан кейін алдын артын белгілейтін оттар, фарларда белгілеп тұрады көлікті. Міне көліктің мынау шеті, мынау артқы шеті, мынау алдыңғы шеті деген сияқты габариттік оттар. Мысалы сіз көлігіңізді отайсыз, жаңа нені фараны жағасыз ғой, сол кезде сіз ближний жақпай тұрған кезде сізде өзі свет жанады. Сол габариттік оттар.